Қақпашы қыздың әңгімесі. Басшығыз сөзін аяқтаған соң, халифа бетін қақпашы қызға бұрды. Етіңіздің жаралануы неден? Неге жылап есіңнен танасың? Сөйле, оқиғаңды. Қыз әңгімесін бастады. Тақсыр, әкем патша болмаса да, қомақтылау бір мақаллені басқарған ақсақал еді. Ол өлді. Ол тіршілігінде жиған көп мал, түрлі мүлік маған мирас қалды. Біраз жылдан кейін епті-септілеу есі бар бір жігітке бас қостым. Бейнетке бейім туған мен бейбақтың маңдайыма сыймағандай, ол күйеуім өліп қалды. Онан 70 қызыл алтын қалды. Жалғыз басыма жетпей бара жатқан дүние ме? Күніне неше түрлі ауыстырып киініп, тотығыстай сыланып, өмірді өткізе бердім. Бір күні үйіме қабағы тырысқан, маңдайы құрысқан, бет терісі күнде қалған шанаштай бүрісіп, қыртыстанған бір кемпір келді. Соның суретін өлең қылып бер дегенде, Өтеш деген бір ақын былай деді. Жаңбыр жауған беткейдей беті жолақ, отқа күйген құйрықтай шашы шолақ. Күнге қурап жел қағып кеткен қабық, бұл сұмпайда жақсылық қайдан болады? Ол үйге кіріп, менімен амандасты. Қарағым-ай, деді ол. Бардың ісі пәрменмен, жоқтың ісі дәрменмен деп, қыз да болсаң ұлдай болып, мырзалық атың жер жарып тұр еді. Бұл заманда кедейдің кенелетін күні бар ма? Жалғыз жетім қызды ұзатайын деп ем. Ауыл үйді жинап, бір аяқ ас беруге мұрша келмей отыр қарағым. Сен қызда болсаң, тәңір беріп, түк шыққан жер дегендей ердің орнында отыр едің. Жәрдем сұрай келдім, деді. Мен аядым. Ескі ұсқы киімімді аздап тиын тебен беріп қайтардым. Кетерінде көзін жасауратып, батасын беріп тұрып, мырза, пайғамбар жетімді сыйлаған екен. Жетім риза болса, Құдай риза деген бар. Жетім қыздың тойы деме, жетімшеңді өзің барып ұзат. Той томалақ сымағының ішінде бол деп өтініш етті. Қиылып тұрған соң сөзін қимадым. Барайын дедім. Барсаң қарағым, біздің үйді көп қиналмай-ақ тауып аласың. Қужан көшесімен барып, жан жұтқанға қарап бұрылғанда, қарсы алдыңда тұрған қақпа, деді. Кемпір кеткен соң, қатарымдағы қыз қатынды жиып алып, жетім қыздың тойына жөнелдім. Айтқан жермен келсек, қарсы тұрған қақпа алдын асыл тастармен әшекейлеп тастаған бір байдың қорасы боп шықты. Кедей мұндай қорада тұрғанына таңырқап, қораның ішіне кірдік. Ішіне кірсек, есіктен төрге шейін жайнатып жайып тастаған кілем, жарқыраған алтын күмістен құйған шам, үй ішін безетіп қойыпты. Әрқайсысы патшаның қызындай сұлу қыздар сыланып қызметте жүр. Олар бізді құрметтеп үйге кіргізді. Төрдің алдында алтыннан тақ құрып, бәрінен сұлу бір қыз отыр. Бетіне жібектен перде ұстап қойыпты. Пердесін көтерді де, менімен амандасып, мынадай өлең айтты. Келген кісім кімде болса, сымбатты әсем сұлу болсын. Естіген жан нәр алғандай, балдай тәтті тілің болсын. Сөйтіп езу тартып күлді. Оған мен түсіне қойғаным жоқ. Амандасып жанына отырдым. Жақсы келдің құрбым, деді ол. Менің бір бойдақ ағам бар еді. Сол сізді көріп, құштар болып қалыпты. Сондықтан кемпірді жіберіп, алдап шақыртып алдық. Ол жігітті түрсіз кісі деп қорықпаңыз. Сұлулығы менен гөрі басымырақ. Сол кісі сені келіншек етіп, некеленгісі келеді. Соған ризалығыңыз қалай, деді. Мен ойлап отырдым да, риза екенімді білдірдім. Болып жатқан той менікі болып, молда келіп некемізді қиды. Күйеу де көп алыста емес екен. Қыздың артында тұрған бір есік ашылды да, ішінен күйеу шықты. Қыздың айтқанындай сымбатты, сұлу жігіт екен. Көрген уақытта жүрегім жарылғандай қуандым. Ойыма мынадай бәйіт түсті. Күлім қағып маңдайында, күн жарқырап ай тұрғандай, аузын ашса таңдайында, шырын тамып бал тұрғандай. Көрдім оны көңілім таста, жан желпіген жел тұрғандай, балпаң басқан бір балақаз, кел деп оны көл тұрғандай. Мен келген жұрттың ертерек тарағанына асықтым. Аз ғана уақыт жылдай болды. Ел тарқап, шам да сөнді. Мен жігіттің жылы қойнын ашып кірдім. Мойныма қолын орай салып жатып, сізге қоятын сертім бар, деді сүйген жігіт. Мен өзім сенен басқа ешкімге қарамаймын. Сен де ешкімге көңіл бөлуші болмайсың.
Жаным, айтқаның болсын. Соның жақсы, сендей жігіттің көзіне шөп салып, қиянат істеген әйел оңа ма? Құдай саған өмір беріп, ойын күлкімізден айырмасын дедім. Ойнадық, күлдік, тұңғиық теңіздей терең қызыққа кіріп жүре бердік. Бір ай өтті. Уа, сорым бар басым, бармасамшы. Мен базарға барып, керекті заттарды алуға рұқсат алдым. Баяғы тойға шақырған кемпірді қасыма ертіп, базарға бардым. Кемпірдің базарда бір дүкенші жігіт танысы бар екен. Соның алдына барып, әңгімелесіп көп отырды. Сонан керекті маталар алып, ақшасын бермек болып санай бастадым. Ол жігіт алмаймын деді. Неге? Мен сіздей кісіге ақша алып, мал сатпаймын. Енді не беру керек? Дүниенің қанша керегі, болмаса жанға себебі. Жан мейірі қанбаса, неге жидым мен оны? Апарыңыз, сіздің келген қадамыңыздың садағасы деді. Мен кемпірге қарап, ақша алмаса дүниесін қайтарып алсын дедім. Жоқ, мен дүниені қайтарып та алмаймын, ақша да алмаймын. Егер мені риза болсын десең, бетіңнен бір сүйгіз деді. Байғұс-ай, саған не болып еді? Бір талай дүниеңді тегін беріп, бір сүйгенде не болады? Мен бір сүйгеннен сізге қанша зиян келеді? Сізге сондай қызықтым. Сізді бір сүюді серт қылып қойып едім. Егер ол ойым болмаса, барлық дүниеден безіп, өлемін де қаламын. Мен байыма берген сертімді айттым. Байың менің сүйгенімді қайдан білет, деді ол. Кемпір де қосарланып, қалқам, сүйсе сүйақ қойсындағы, онан келіп кететін еш нәрсе жоқ қой. Ой, айналайын-ай, жалынды жас жүрек. Жақсы көріп қалған соң, лапылдап жанып тұрғанын қараш. Бір сүйсін сәулем, періште көңілді жас балғындар, сүйсе қойыңдар деді. Кемпірдің сөзі қамшы болып, сүйсең сүйақ қой дегендей, көзімді жұмып, басымды жігітке қарай қисайттым. Басымды құшып, бетімді сүйді де, қыршып тістеп алды. Қан саулап аға жөнелді. Есімнен танып, мен қалдым. Есімді жисам, басымды сүйіп кемпір отыр екен. Жүре ғой, қарағым үйге. Бетіңе дәрі құяйын. Бір-екі күнде жазылып кетеді. Жігіт қой, саған қызығып кеткен болар деді. Байымнан қорқа-қорқа үйге жеттік. Жағымды жаулығыммен тартып алғам. Келе ауырған кісі боп бүркеніп жаттым. Байым базардан қайтып не болғанын сұрады. Мен ауырып қалдым дедім. Ол басымды сүйіп, бетімдегі таңба болып басылған адамның тісінің орнын көріп, тістеп алған алмадай, ақ жүзіңде қызылған, айтшы маған ашылып, мұны қылған қандай жан? Мен састым. Сасқан кісі аузына түскенін боталақта беретін әдет емес пе? Көшеде кетіп бара жатыр едім. Түйеге отын артқан отыншылар кетіп барады екен. Отын соғып, бетімді жаралап кетті дедім. Олай болса, деді байым, барып әкімге айтып, барлық отыншыларды ұстатам, түйесін соқтырғанды өлтіртем деді. Мен, жоқ, олай емес. Есекке мініп едім. Есек жығылды да, бетімді бір нәрсе жыртып кетті. Олай болса, есекшіні уәзірге айтып өлтіртем деді. Мен тағы тынышсызданып, маған Құдайдың жіберген қазасы шығар. Несіне бұл үшін елді тықсырасың дедім. Күйеуім ашуланды да, қызыл алма жүзіңді жан үзбесін демеп пем. Саған сендім тапсырып, бақташым деп күзеткен. Сен бір жеміс құрт түскен, исің шықты шірідің. Жұрттың тістеп тастаған, не қылмақпын шірігін. Тас талқан боп жыртылып, махаббаттан не қалды? Таза су деп айтам ба, біреу есек суарды деп, күйеуім құлдарына айқай салып жіберді. Қасапшының итіндей жалаңдаған қарақұлдар жетіп келді. Байым жастықтан жұлып алып, есікке қарай итеріп жіберіп, біріне қолымды ұстатып, біріне аяғымды ұстатып, қылыш ұстаған біріне, тап ортасынан екі бөлде, арам етін итке таста деді. Мен жыладым, жылап тұрып мұнан айттым. Өзім адал өлсем де, айыптыны айтпадым, өлер жерде айтуды лайық деп таппадым. Бұл сөзді естіп, жылап тұрған бетіме қарады. Бірақ ашуы басылған жоқ. Мұнан айтты. Будақтаған ашық емес, еткен ісің бір тұман, сыртқа күлкі, елге кеңес, жеңіл іс пе бұл маған? Не қылайын, кімге барам, кімге басты ұрайын? Ай боп тұрдың біраз маған, күңгірт тартты ырайың. Бұл сөзді аңлап, батымды сөзбен жыласам рақымы келер деп, мұнан айттым. Мені қолдан өлтіріп, қуанар ма жүрегің? Ертең әлі-ақ өкініп, қапы қалма, ей ерім.
Жігіт бетіме қарады да ашулы ызғармен мынаны айтты: тату тұрар жұпты боп уәде ұстаған сенбісің, берген уәдені ұмыттың, жан күйетін елмісің? Уәде опа етпеген, уәдесі жоқ сен бұзық, сендейлерді өлтіру бұл заманда бір қызық. Апарыңдар, өлтіріңдер, деді жігіт құлдарына. Құлдар өлтіргелі жатқанда кемпір келіп, жігіттің аяғына жығылып, менің қанымды сұрады. Кемпірге қарап тұрып, сіздің сөзіңіз үшін қанын кештім, бірақ есінен қалмастай таңба салу керек деп жалаңаштатып, таяқпен ұрғыза берді. Есімнен танып құладым. Есімді қайта жиғанда баяғы өз үйімде жатыр екем. Көп жатып, таяқтың жарасы жазылды, бірақ оның тыртық болып біткен орны мәңгі қалды. 4 ай өткенде жігіттің үйіне бардым. Күл талқаны шығып қирап қалған екен. Оның неден болғанын білгенім жоқ. Қаладан іздеп жүріп, осы 2 қызды тауып, 3 болып отыра бердік. Ердің атын атамауға серт қылдық. Мына бір қыз, базаршы қызды көрсетіп, барып керек жарақты әкеледі. Біз 3 далаға шығуды қойдық. Сол қыз базарға барып, хамбалды ертіп келді. Мына 3 соқыр, сіздер бардыңыздар. Аяғы осы болып отыр, деп қыз сөзін бітірді. Харун Рашид бұл әңгіменің бәрін жаздырып, қазынада сақтауға бұйырды. Әңгіме осыған жетіп, Шахаризада ұйқыға кірді.